Ассалаумағалейкум достар. Бүгін шілде айының 5-і Ұзынағаш мал базары істеп тұр. Өткен ол ашық базар. Қазір рет-ретімен малдардың бағасын сұрап көрсетіп жіберемін. Соңына дейін көріңіздер. Мына жылқы қатарынан бастан еркек тай 260 дейді. Семіз жақсы. Мына еркек тайға 280 сұрап. Көрің, бұл да әдемі. Мына еркек тай 242 мыңға сатылды. Жуандау екен, жақсы. Ұрғаш тайлар 260 мыңнан сап жатыр. Арықтау үшеу. Қаратай әдемі екен, 330 дейді. Мына сарыға 300 дейді. Ұрғаш тай сарылау. Әдемдар қызықтар 330 дейді. Әдемі байтал 500 мың. Денесі әрі көрінсе, өзі айналып көрсетіп атыр өзі. Бір жас 4 ай тай еркек 350 сұрап атыр. Сатушы 400 сұрап атыр. 380 болар. Тайға денесі әрі көк. Арырақ үйірдің айғыры тұр. 8 жасар 620 сұрап атыр. Одан ары бие, буаз бие 580. Жуас үшеуде. Еркек тай 260. Мыналарда арықтау тайлар 260-дан. Еркек бәрі. Кәдімгі шаруа биелер 5-6 туғандар 550-ге сатылады. Нақта әдемілеу күрең бие. Ол енді 620 дейді. Сауын өңге тағыда. Екінші құлына 620 саудасы бар. Құнан десем байтал екен. 450 мың сұрап отыр. Жуан. Құлынды бие 500 мыңға сатылыпты. Көк бие. Құлыны арырақты. Кішкентай күзде туылған тай 230 дейді. Бүгін мықты байталдар көп екен. Көк байтал 500 мың дейді. Ар жағындағы бұл да 500 екен. Жирен 5 жасар айғыр 700 мың дейді. Бойы 170 дейді. Енді менің бойыммен тең тақалаған жуас. 5-6 жасар бие дейді. Биылғы құлын өліп қалды. 600 мың дейді. Әдеммен. Былтырғы тайы оған 300 мың сұрап тұр. Бағана сауда болды. 260-қа берілмеді. Ол ұрғаш. Еркек тай. Үшінші құлыны 580. Қара құнан 310 мың. 800 мың сұрап жатыр. Данча құсайды. 6 жасар айғыры дейді. Үйірден әкелінген қасқа. Әдемі. Бойы орташа бұра. Ұрғаш тай кішіреу. 245 дейді. 230 сұрап отыр, алушылар бермей жатыр. 8 жасар айғыр 800 мың сұрап тұр. Бойы биік, саудасы бар. Жуас. Биік ат 8 жасар 800 мың. 5 жасар 800 мың дейді. Жылқыларды осымен аяқтаймыз. Негізі ертерек келу керек. Өйткені жуан өсетін, ет жинайтын тайлардың көбісі сатылып кетті. Мен 8:30-да келдім. Көбінесе арық болмайтын бір тайлар қалды. Биелердің бағасын көрсеттім, айғырлардың да бағасын көрсеттім. Қазір қараға өтемін. Соңына дейін көріңіздер. Бір жастан асқан ұрғаш мал. Таналар 200 мыңнан сұрап жатыр. Саудасы бар. Әдемі негізі. Денелері порода сияқты. Бұзаулар әрі сиырлар 350 мыңнан местный екен. 2, 3, 4, 5 туған сиырлар 350 мыңнан. Бұзаулары әдемі. Қорадағы бұқалар әдемі екен. 1,5 жасарлар 300 мыңнан. Бұқаға 210 мың сұрап отыр. 210. Бер жағында тұрған бұқалар 230 мыңнан. Екеу 220 мыңнан. Ақбастар әдемірек сияқты. 220-ға 190-180-ге берсе әдем баға болады. 360 дейді. 10 литр бар күніне. 3-4 бұзауы. 360. Бұқа ұнады ма? Артынан танк қой, өсетін бұқа екен. 230 мың сұрап отыр. Тигровый, әкрас қазақша қалай болай екен. Қызық нәрсе айтып берейін, мына тай азанда 190 мыңға алынды. Сөйтіп алып сатарлар 210 мыңға сат жіберді ары қарай. Ұрғаш тай. Күзде туылғандар ше. 10 айлық бұзаулар, бұқалар 230 дейді. Мынаған 250 дейді. Бұл жақсы енді. Сауын бұзаулы сиыр. Бұзау арырақ тұр. 315 мыңға сатылды қазір.
Мына бұқаға 270 сұрап жатыр. 270. 250-ден дейді мыналар. 250-ден. 235 дейді болатын жері. 350 мың дейді. Бір шелек шықпайды бірақ бұзаумен. Бөлек бір ұрғашы бұзау бар екен 100 мың дейді. Екі туған тағы бір сиыр 350 мың дейді. Ұрғашы бұзаулар 80 мыңнан кетті. 1-2 айлықтар. Мына бұзау 160. Мынау 130 мың. Мына екі бұзау, в общем, 140 мыңнан алынды. Азында қазір 160 сұрап жатыр. 140 мыңнан алынды. Құрметті подписчиктер, мен инвестор деймін. Жылқы бордақылауға пайданы 50-50 бөлеміз. Жер бар, адам бар, бәрі бар. Комментарийде телефонымды қалдырамын. Давайте шоу түрде хабарласыңыздар. Меринос тоқтылар болатын жер 35 дейді. Тоқтылар 35 мыңнан дейді. 35 мың саудасы бар. Балдар. Мындай 20-дан сатылды. Назанинский ешкі 80 мыңнан берем дейді. Лағымен. Саулатын ешкілер. 20-дан кетті. 20 мыңнан. Қырқылған тоқтылар 37 мыңнан. Сектер 50 мыңнан. 50 мыңнан. Сектер кастрат. Байланған қозы 27 мың дейді. 27. Қозылар 26 мыңнан. 26 мыңнан. Саулықтар 45 мыңнан. 45 мың. Лақтар 10 мыңнан. 10 мың. Үйге алдым осы 4-еуін 31 мыңнан. Комментарийге жазып қойыңыздар, қалай қымбат арзан. Осымен видеоны аяқтаймын. Давайте лайк, комментарий, подписка жасаңыздар. Сау болыңыздар. Көргеніңіз үшін рахмет.